Әссәләму алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Анар Тулеш. Бүгін дәл осындай повязканың тігілу жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге дәл осындай 3 бөлшек керек болады. Осындай өлшемдерді қиып аламыз да, оң бетімен оң бетін беттестіріп, 3 бөлшегімізді де екіге бүктеп, жанынан осылай ұзындығынан тігіп аламыз. 3 бөлшегіміздің де ұзындығынан тігіп аламыз. Содан кейін үшеуінде оң бетіне айналдырып, осылай булавканың көмегімен оңай тез айналдыруға болады. Осы кішкентай бөлшегіміздің ортасына қазір резинкамызды өткізетін боламыз. Менде резинканың ұзындығы 12 сантиметр. Және осылай екі шетінен резинкамыз шығып кетпес үшін тігіп аламыз. Енді осы ұзын бөлшегіміздің біреуін алып, теріс жағынан тігістерін бір-біріне қаратып, ортасына резинкамызды қойып, дәл осылай видеодағыдай 1 сантиметр тігіс жүргіземіз. Содан кейін артық жерлерін қиып тастаймыз да, осылай оңға айналдырамыз. Сол кезде біздің тігісіміз көрінбей, міне аккуратны болады. Енді екінші бөлшегімізді тігісін осылай ішіне қаратып, осы ортасынан өткізіп аламыз. Тігістерін бір-біріне беттестіріп жатқызамыз да, резинкамыздың екінші жағын оң бетімен оң бетін осылай бір-біріне қаратып, бірінің үстіне бірін қойып, шетінен 1 сантиметр тігісті қайта-қайта жүргізіп шығамыз. Осымен біздің повязкамыз дайын. Өте оңай, тез жасалу жолымен бөлістім. Барлық қыз-келіншектерге жарасады, өте әдемі, баста сырғымай ыңғайлы тұрады. Видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша контенттегі каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алдағы уақытта тігіннің басқа да қыр-сырларымен бөлісіп отырамын.